Енді осының әрқайсысын тоқталып кетейік, өйткені бұл жердегі әрбір қасиет өте маңызды. Ол не только бизнесте, ол өмірде де. Кейбір адамдар болады, жаңағы адами қасиеттер жоқ болғандықтан, немесе аз болғандықтан, бизнесте керемет базар жоқ, ақша табады, бірақ көп адам оны жақсы көрмейді, жек көреді, сөйлескісі келмейді. Қойшы сол, қайсы анау жұмот па, қайсы анау жексірін кісі ма, қайсы анау алаяқ па дейді. Сонда сен не ұттың деймін да, базар жоқ, өмірдің жетістікке жетуі тек қана ақшамен бағаланбайды. Базар жоқ, ақша табу мүмкінсің, дүниең көп болуы мүмкін, бірақ адами қасиеттер жоқ болғандықтан, жаңа оның ішіне тәкаппарлық кіреді, жаңа менсінбей, біздің қазақ сәл бір тиын бітсе менсінбей кетеді, сөйлескісі келмейді, бәрін төмен санайды, өзі ғана күшті, бәрінің өзі озып тұр, қалғандарын бәрі адам емес деп санайтын. Ол қасиеттер болатын болса, ол кезде сен құр ақшаңмен үлкен зәулім үйде жалғыз отырасың. Ешкім сенімен әңгімелескісі келмейді, сөйлескісі келмейді, қонаққа шақырғысы келмейді, өйткені сенің мінезің нашар да, адам жек көретін мінез. Сондықтан осы қасиеттерді көп адам айтуы мүмкін, бірінші мен ақша тауып алайыншы, сосын ол қасиеттерін дамытамын дейді да. Дұрыс емес. Ол қасиеттерді бизнес жасамай дамыту керексің. Өйткені ол қасиеттермен, сен жақсы қасиеттермен бизнес бастаған кезде ол бизнесің тез өседі. Ал егер сен нашар мінезіңмен, нашар қасиеттеріңмен бизнеске кіретін болсаң, бизнестің өсуі тежеуілдейді, жай жүреді. Неге? Өйткені сенің бұрыннан бері 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл қатып қалған нашар мінездерің бизнестің өсуіне кедергі жасайды. Енді қараңдар, бизнесте шыншыл болу, адал болу. Мысалы, элементарно көп кездесетін нәрсе ол машина алып сату. Машина алып сатқан кезде көп адамдар минустарын айтпайды. Ол минустарын айтпау, ол үлкен зұлымдық. Алған адам сені қарғайды, сені кедесіне алмайды, ол басқаларына айтады, мынау нашар адам, құлақтан тебеді, алдап сатқан дейді. Демек, ол нәрсеміз ұзаққа бармайсың. Сондықтан қарау керексіңдер. Всегда сен бизнес жасаған кезде бір өте маңызды нәрсе, сенен алған клиент қайтып келе беру керек. А клиент саған қайта келе беру үшін сен оны алдамау керексің. Адалынан түсіндіріп, сен оған жаның ашып, оның бойын шешіп, сөйтіп тауар сататын болсаң, немесе услуга көрсететін болсаң, ол саған қайта келеді. А біздегілер қандай? Біздегілер қазекендердің жасайтын бизнесі бір күндік бизнес қой. Бүгін сатсам болды, бүгін күнді ойлайды, как будто ертең күн жоқ сияқты өмір сүреміз. А ол дұрыс емес. Сен когда бизнесті 20 жылға, 10 жылға, 5 жылға пландап істейтін болатын болсаң, ол кезде сен дұрыс жасау керексің бизнесті. Бір күндік бизнес, онымен байымайсың да, ақша да таппайсың, наоборот, минусқа кетесің, жексұрын боласың, абыройдан айырыласың. Одан кейінгі нәрсе еңбекқорлық, достар. Бизнесте суббота воскресенье деген жоқ, 8 сағат деген жоқ, жылына бір ай отпуск аламын деген жоқ. Сондықтан ол нәрсенің барлығын ұмыту керексің, бизнесте тоқтамай еңбек ету керексің. Сен күніге 10 сағат, 12 сағат, 14 сағат жұмыс жасаған кезде сен айта алмау керексің, менің тірлігім жүрмей жатыр деп. Егер сен тірлігің жүрмей жатса, демек сен аз сағат жұмыс жасап жатсың. Енді қараңдар, бизнесте ақыл өте керек, ми керек, достар. Егер 12 сағат жұмыс жасадым, ақша таппай жатырмын десең, сен ана тазалық істейтін, стройкада істейтін, ауыр жұмыс жасайтынмен салыстырма өз өзің. Бұл бизнес. Бизнес всегда бірінші очередь ақыл, екінші очередь әрекет. Егер осы екеуі болмайтын болса, ұзаққа бармайсың. Ақыл керек, өйткені сен ақыл болмаса, сен шаясың, ана істеп жатқан жұмысың бәрі нәтиже бермейді. Сондықтан нәтиже беру үшін білім алу керексіңдер. Всегда білімге қайтып келеміз, білім алу керек, білетін адамдардан сабақ алу керек, білетін адамдардан сұрау керек. Ютубта қаншама мықты подкасттар бар, соларды тыңдау керек. Сосын обязательно қазекендер блокнотта ручка алып жазу керексіңдер. Бұл нәрсені жазып отырмайтын болсаңдар, ойламаңдар, менің миым мықты, ана пәленбай жыл қолданбаған миым пустой болып тұр, қазір любой нәрсені айтса қабылдайды. Қабылдамайды оны, жазу керексіңдер. Жазылған нәрсе баста ұзақ қалады, жазбаса түк болмайды. Кейбір адамдар айтады, маған бір атам бір күшті идея айтшы, күшті бизнес көрсетші дейді, үйтші бүйтші дейді. Жаман бизнес жоқ, жаман услуга жоқ, бұл жерде жаман ол адам. Неге? Өйткені ода білім жоқ, қалай дұрыс жасалу керек екенін білмейді, опыт жоқ, тупо барып ашады, қадалады, минусқа кетеді, сосын барып кім жаман? Бизнес жаман. Кім жаман? Анау жаман, кім жаман, анау жаман. Өзі ғана жаман емес, қалған бәрін жаман көріп отырады. Сондықтан всегда айтам, бизнесте білім алып, жақсы теманы табу керек. Любой бизнесмен немесе кәсіпкер ол возможностьтар іздеп жүру керек. Көп адамдар возможность іздемейді, қарамайды. Адамдар күнде қаншама возможностьтар келіп кетіп жатыр. Возможностьтар тола. Сол возможностьтар іздеп жүру керек. Кез келген миллионерлер кісілерді қарасаңдар, олар всегда не іздейді? Проблемалар іздейді. Сол проблемаларға шешім іздейді.
Когда сен біреудің проблемасын шешіп беретін болсаң, олар саған ақша беруге дайын. Ал аздан кейін шешін ақша, неге ақша жоқ, ақша таппай жатыр, неге үйтем бүйтем десең, онымен сен байып кетпейсің. Сен жазу керексің. Так, мен ақша таппай жатырмын. Немесе менің бизнесім жүрмей жатыр. Не үшін жүрмей жатыр? Не кедергі болып жатыр? Қандай кедергілер бар? Мына кедергілер алып тастайтын болсам, мен ақшам көбейе ма? Болмаса не істемей жүрмін? Мен не істеу керекпін? Сол нәрсенің бәрін жазып, зерттеп, ошибкалар тауып, сол ошибкаларға жұмыс жасау керексіңдер. Сендер соңғы нәтижеге қарап отырмаңдар. Неге ақшам жоқ? Наоборот, сендер бірінші очередь сол ақша табатын әрекеттер істеу керексіңдер. Ақша табатын әрекеттер істесеңдер, ақша өзі келеді.